Сәлем достар! Бүгінгі жаңалықтар легі өте қызықты болмақ. Неге десеңіздер, бүгін әдеттегідей Проспект бизнес клубында болып жатқан жаңалықтармен бөлісеміз, сонымен қатар әлем бизнес жаңалықтарымен де бөлісетін боламыз. Достар, Проспектус бизнес клубында жақында бомба мастер-класс өтетін болады. Мастер-класс бизнес және құлшылық деп аталады. Бұл мастер-класста бизнесті қалай алып жүру керегімен қатар рухани даму, бизнестегі қорқынышты жеңу және де оның жолдарын көрсету, түсіндіру форматында болмақ. Егер сізге бизнес және құлшылық деген атау қызық болатын болса, біздің мастер-классқа келіңіздер, жауабын міндетті түрде алатын боласыздар. Енді әлемдегі болып жатқан бизнес жаңалықтармен бөлісе кетейін. Американдық фармацевт гиганты Джонсон 1 миллиардқа жуық коронавирусқа қарсы вакцинаны 2021 жылға дейін шығармақ. Бұл әрине тек қана Америкаға ғана емес, бүкіл әлемге өзінің пайдасын тигізер. Сол үшін де әрине біз Джонсонға үлкен рахмет айтамыз. Microsoft өзінің $7,5 миллиард қаржысын ZeniMax видео ойындарын өңдеуге жұмсады. Бұл чейминг индустриясындағы ең мықты келісім болмақ. Сонымен достар, бүгінгі жаңалықтар легі осындай, сіздерге өте қызықты болды деген ойдамын. Алда әлі сіздерді талай қызықты жаңалықтар күтуде. Сол үшін де әдеттегідей біздің каналымызға жазылыңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар. Міндетті түрде және де достар, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.